Сол сұрақтардың бірін енді өзіңізге қояйын. Жақында білесіз, 7 қаңтарда христиандардың мейрамы болды. Рождество деп айтамыз ғой. Сол мейрамда мұсылмандар құттықтай ала ма басқа дін өкілдерін? Яғни христиандарды. Бисмиллах, альхамдулиллах, уассалату вассаламу аля расулиллах. 7 мейрам христиандардың өздерінің сенімдері бойынша мейрам болып есептеледі. Енді оның тарихына қарайтын болсақ, не мереке, қандай мейрам деп, ол күні олар Иса пайғамбардың туылған күні деп есептейді. Және Иса пайғамбарды Алла Тағаланың, Құдайдың, яғни баласы деп есептейді. Міне одан қандай аршетінде мақсат тұрғандарын көріп тұрмыз. Сол себепті әлбетте біз ол нәрсені мойындай алмаймыз, өйткені Иса алейхиссалам ол пайғамбар, Алла Тағаланың елшісі. Біздің Құран кәрімде Аллах Тағала «Құл хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якун лаху куфуан ахад» деген аят түсірді. Аллах Тағала өзін сипаттап тұр. Яғни Алла тумаған, туылмаған. Міне осы себепті біз оларды құттықтай алмайды екенбіз бұл күні. Ал енді бір басқа да бір мейрам күндері болып жатса, мысалы айтатын болсақ, 9 майда, 9 мамырда құттықтай береміз бір-бірімізді. Неге? Өйткені ол күні елімізді, жерімізді жаудан қорғап жеңіске жеткен күніміз. 9 май ол мемлекеттік мейрам болғаннан кейін ол жерде дінге бөлінбейді. Өйткені мейрамдар екіге бөлінеді. Діни емес. Сол үшін де мысалы мұғалімдер күні деп жатады. Шахтерлар күні дейміз. Тағы да басқа мейрамдар бар. Олар дінге ешқандай қатысы жоқ. Сол себепті құттықтауда тұрған ештеңе жоқ. Ал енді дінге қатысты мейрамдарды әлбетте ол кезде қараймыз оның тарихы. Егер біздің дінімізге қайшы келіп тұрса, сенімімізге қайшы келіп тұрса, онда құттықтауға болмайды. Осы орайда, осы сұрақ төңірегінде әлі мынандай сұрақ туындайды. Кейбір кісілер, көршілерім басқа дін өкілдері дейді. Олар бізді келіп құттықтайды, біздің мейрамымызда ораза, құрбан айт болсын, біз де оларды құттықтаймыз дейді. Енді жаңағыдай айттық қой, егер ол көрші болсын, ол жерде қаралмайды, көрші ма, туысқан ба, немесе жұмыста бірге әріптес ба, ол нәрсеге қаралмайды. Діни сенімде олардың мейрамдары біздің сенімімізге жаңа айтып кеткендей алдымызда соған қайшы келіп тұрса, әлбетте ол кезде болмайды. Бұл деген бірақ көршімен жаман бір қабақ түйісіп жүр деген сөз емес. Көршімен жаңа қарым-қатынаста боламыз. Көршілеріңе жақсылық істеңдер деген жақсылық істейміз. Керісінше сол адасып жүрген жолынан барынша ислам дініне шақырып, өзіміздің көркем мінезімізді көрсете білуіміз керек. Бірақ ондай діни мейрамдарына араласпаймыз. Инста желісінен жақында өзім көрдім. Осы мейрамның қарсаңында олар жаңа христиандар шомылып жатады, білесіз, суға түсіп, суға. Сол кезде сол адамдардың арасынан қазақтарды да көріп қалдық. Тіпті ол қазақ Аллаху акбар деп суға шомылып жатыр. Ондайлар көріп жатырмыз. Енді қыс деген бізде Аллаға шүкір 3 айға жуық болып жатады. Оның ішінде қаншама ыңғайлы күндер бар. Егер денсаулығымды жақсартамын деп түсіп жатса, басқа күнде Алла Тағаланың күні жетерлі. Дәл сол күні түсіп керек емес. Өйткені соларға ұқсап қалмас үшін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оларға ұқсаудан қайтарған. Сол себепті басқа күндері түсе берсек болады. Яғни дәл сол күні түспеген абзал ғой. Иә.